Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Hürmetli bауырлар, hürmetli hanımlar, barşalarınızға Allah Tağala'nın səlemi, rахымы, берекесі болсын. Allah Tağala өзін жақсы көретін, өзіне жақын салиқалы құлдарына осы айда қандай сауаптар әзірлеп қойған болса, Allah Tağala біздерді де сол сауаптардан махрұм қалдырмасын. Жарату да оныкі, бұйрық беру де оныкі дейді. Қандай әдемі қағида. Кім жаратады, сол сөйлейді. Кім жаратады, сол бұйырады. Және сол жаратушы бізді бізден артық таниды. Ол бізді сонау аналарымыздың құрсағында кішкентай тамшыдан бастап 9 ай бойы дамыған кезіміз, одан кейін ананың құрсағынан шыққан кезімізден бастап балиғат жасына дейін осының бүкіл Алла Тағаланың қамқорлығында болған өмірді бұл. Міне сол Алла Тағала біз үшін ненің жақсы екенін жақсы біледі, біз үшін ненің жаман екенін жақсы біледі. Сондықтан Алла Тағала бұл Рамазан айын бізге жалпы мына тәрбие үшін бұйырған бұл айды. Бұл еді парыз қылған оразасын, сондай-ақ ислам өзіміздің асыл дініміздің бес тірегінің бірі қылғанда. Бұл ораза Рамазан айы өте үлкен мектеп. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадистерінде Шахрус собри деп атаған Рамазан айын. Қараңыздар, сабырлық айы дейді. Неге? Өйткені бұл айда адам сабырлықты үйренеді да. Мынандай бір мәселені айтайын. Тақырыбымызға бір жақсы жаңағы бастама болсын. Жалпы біздің әрқайсымыз мен Алла Тағаланы жақсы көрем деп айтамыз. Яғни біз бәріміз Алла Тағаланы жақсы көреміз. Алла Тағаланы жақсы көреміз деп айтамыз. Алла Тағаланы жақсы көреміз. Бірақ мына байланыс, мінезіміз, жүріс-тұрысымыз, ісіміз, жаңағы сөйлеген сөзіміз, тілімізге қарасақ, қарым-қатынастарымызға қарасақ, өсектерге араласып қоюымызға қарасақ, ғайбатқа араласуымызға қарасақ, ашулануымызға араласуға қарасақ, біз Алла Тағаланы жақсы көрмейтін сияқты боламыз да. Сондықтан Алла Тағала бұл нәрсенің біз үшін маңызды екенін біледі. Сондықтан Құранда айтады: "Құл", айт оларға, ей пайғамбар. Яғни біз Алла Тағаланы жақсы көреміз деген кезде Алла Тағала біздің жақсы көрем деген сөзімізді теріске шығармайды. Бірақ соны растаңдар дейді да бізге. Өмірді сендерге сол үшін бердім дейді. Оны бір күнде растай алмаймыз біз. Сондықтан Алла Тағала бізге ұзақ өмір береді. Соған жет деп. Әрбір күнің сол күнді күтіп жүр да. Әрбір өтіп баратқан күн сол Алла Тағаланы лайықты деңгейде жақсы көрем деген күніңіз қашан келеді, сол күнді күтіп жүр да сол. Сол үшін осы ғұмыр өтіп отыр. Сондықтан Алла Тағала айтады: "Құл ин кунтум тухибуналлах", егер де сендер Алла Тағаланы жақсы көретін болсаңдар, фаттабиуни дейді. Қараңыздар, пайғамбарымыз не деп айтады? Егер де сендер Алла Тағаланы жақсы көретін болсаңдар, онда дереу маған еріңдер, ілесіңдер. Мен құсап 5 уақыт намазды оқыңдар, мен құсап осы Рамазан айының оразасын ұстаңдар, мен құсап өсек айтпаңдар, мен құсап ғайбат айтпаңдар, мен құсап құрметтеңдер туысқандарды, көршілерді дегендей. Міне осы махаббат, бұл өте маңызды. Соны Алла Тағала осы айда сынауды қалады. Қалай сынайды қараңыздар, қандай әдемі жасаған Алла Тағала бізге. Рамазан айында бізді Алла Тағала харам нәрселер былай тұрсын: "Адалды мен үшін тастай аласың ба?" деді ғой. Мына суды, тап-таза су мынау. Осы таза суды мен үшін кешке дейін тастай аласың ба деді. Мына тағам, тап-таза тамақтар, осы тағамды мен үшін тастай аласың ба деді кешке дейін. Осыны істеп берсең, мені жақсы көргендігін дәлелдейсің дейді. Шамамыз келген амалды беріп отыр ғой. Өйткені біз пайғамбарлар сияқты махаббатты көрсете алмаймыз да, мысалы. Бірақ біз әркімге белгілеген шамасы бар. Сол Рамазан айында көрсетші маған менің тағамнан да сусыннан да артық екенімді өзіңе. Содан біз осы өзіміздің істеп жатқан нәрсемізді маңызды түсінейік та. Сіз таңертеңнен кешке дейін судан
тағамнан тоқтап жатсыз қазір. Не үшін деген кезде мақсатыңызды біліңіз. Мақсатты білмесеңіз босқа шаршап қаламыз бұл айда. Күн ыстық болды деген сөздерді айта бастаймыз. Күн созылып кетті, ауырып қалдым, кеше дұрыс ішпеп едім, сәресін, асқазаным ауырды деген сөздер бізді жағалап жүреді. Бұның бәрінде Алла тағалаға деген махаббат көрінбейді. Сондықтан сіз біліңіз, істеп жатқан ісіңізде мақсатыңызды. Сіз Алла тағаланы жақсы көрем деп істеп жатсыз да бұны. Мен Раббымды судан артық жақсы көрем. Шөлдеген кездегі. Мен осыған көмектесетін пайғамбарымыздың бір дұғасын айтайын. Пайғамбарымыз мынандай дұғаны жақсы көретін, және айтатын. Аллахумма инни ас'алука хуббака. Тыңдап отырыңыздар, мағынасын жаттап алсаңыздар да болады. Аллахым, мен сені жақсы көруді сұраймын. Қараңыздаршы. Және сенің мені жақсы көруіңді сұраймын дейді. Ва хубба амалин юқаррибуни иля хуббик. Сондай-ақ мен сенен, я Раббым, сенің махаббатыңа жақындататын амалды жақсы көруімді сұраймын. Қараңыздар. Мен кез келген бір әр нәрсені жақсы көре бермейін, Раббым. Сен қай амалды жақсы көрсең, мен соны жақсы көрейінші. Сенің махаббатыңа қай амал алып барады, мен соны жақсы көрейінші. Сосын дұғасының соңын қараңыздар. Уажғал хубби, қараңыздар. Ашадду минал маил барид. Сондай-ақ менің саған деген махаббатымды, қараңыздар, саған деген жақсы көруімді салқын судан да артық қылшы. Айнда зома, шөлдеген кезде дейді. Шөлдеп тұрған кезде су мен үшін қандай маңызды болса, сол су сенен артық маңызды болмасыншы маған деп отыр ғой. Өйткені бізді ұстап тұрған Алла ғой тіршілігімізді. Сіздің бүкіл қол жеткізіп жатқан жақсылығыңыздың бәрі Алланікі асылы. Сол себептен Фатиха сүресіндегі Алхамдулиллахи Роббил Аламин қарап тұрсаңыздар, сіз қайсы бір жақсылыққа қол жеткізесіз, ол Алла тағаладан келген нәрсе. Бірақ Алла тағала өміріңізді реальный қылған, өзіңіздің еңбегіңіз, терлеуіңіз, уақытыңыз, жұмсау бәрін қарайды да, сосын әбден жаңа нәтиже іс аяқталған кезде мені мақтайма, мақтамаймы деп күтеді екен ол. Сол кезде сіз жаңағы ақыл салсаңыз, ақылыңызды кім берген? Буындарыңызды салсаңыз таңертең кешке дейін кім берген? Оның арасына тамақ ішіп жедіңіз, кім берген? Ішкен тамағыңызды кім асқазаныңызда қорытқызып отқан? Мысалы, қаныңызды кім бойыңызда жүгірткізіп отқан? Міне осының барлығы Алланы танымаған адамға осындай бір жасырын құбылыс болып қалып жатыр да. Бірақ сіз үшін бұның бәрі айқын ғой. Сондықтан сіз қай істі істесеңіз де альхамдулилля деп істеуіңіз, бұл Алла тағалаға деген махаббатыңыз да. Осы Рамазан айында Аллаға деген махаббатымызды дәлелдейтін ай ғой. Қазір нешесінші күні, бүгін 13-ші күн. Міне енді Құдай қаласа бір жартысы қалды ғой. Жартысынан астам бір 2 күні бар тағы. Енді осы күнде мен дәлелдемесем, Алла тағаланы жақсы көретінімді мен қашан дәлелдеймін оны? Осы айда өте белсенді кірісуіміз үшін Алла тағала 3 үлкен құбылысты жүзеге асырды ғой. 4-еу десек те болады. Хадисте 4-еу келген. 4-еуін айтайын мен. Жаңа пайғамбарымыз салсам, иза дахала шахру рамадан футихат абуабус сама. Рамазан айы кірген бетте 7 қабат аспанның есіктері толығымен ашық дейді. Енді оны ойлаңыз, ол кім үшін ашылған ол? Ол сіз үшін ашылған да. Сіздің үмітіңіз сол жаққа қарай кетсін деп жатыр ғой. Мына жерден басыңды көтер деп жатыр. Қараңыздар. Иссаққалтум алал арди деген аят бар Құранда. Бір нәрсені бұйырсақ дейді, басыңды төмен қаратып жерге қарап алдың ғой дейді. Алла тағала қарашы қалай сөйлейді. Жерге салмағыңды салып алдың ғой дейді да. Осы жерде мәңгі жаңағы сен жасайтындай. Соқтан кішкене қарасаш дейді. Қараңыздар. Мақсатыңды кішкене көтерсеш жерден басқа дегендей мәселені айтып отыр. Сонда 7 қабат аспанның есігі ашық сіз үшін. Бұл не деген сөз? Сіздің қай тілегіңіз бар орындалмай жүрген? Сіз сол тілегіңізді қазір көтермесеңіз, осы 30 күн бойы шырылдап тұрып бүйтіп көтермесеңіз, кім істейді оны сіз үшін? Сіздің қаншама дұғаларыңыз бар, өзіңізге байланысты, ата-анаңызға байланысты, бала-шағаңызға, туысқаныңызға, көршіңізге байланысты. Кім оны жалынады, кім сұрайды? Олар сұрамайды оны. Мысалы, олардың көбісі діннен алыс болғаннан кейін, намаздан алыс болғаннан кейін, олар уайымдап жүрген жоқ, біз проблемада жүрміз деп. Бірақ сіз білесіз ғой оның проблемада жүргенін. Ол Алласынан алыста жүр ғой. Сонда кім жылайды олар үшін? Кім сұрайды осы нәрсені? Сондықтан босқа өткізбеңіз. Мына 7 қабат аспанның есіктері ашық. Қазір дұғаларыңызды көтеріңіз. Күніге көтеріңіз да.
қандай нәрсеге дейін көтеруіңізге болады дұғаны қараңыздар. Ар жағында футиха абуабул жанна, 7 қабат аспанның есігін жаңағы ашып тастады дейді Алла Тағала. Одан кейін жәннаттардың есіктерін ашып тастады. Қараңыз, жәннаттарға қазір жәннатқа дейін сұрайтын ай ғой. Жәннатты қатты сұрап алатын ай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде соны айтады. Ма мин муслимин дейді. Ясалуллаха азза ва жалла аль-джанната саласа маррати қат. Бір мұсылман жоқ жердің бетінде дейді. Егер де ол 3 мәрте сұраса дейді, Аллахым маған жәннатты берші. Аллахым маған жәннатты берші. Аллахым маған жәннатты берші деп сұраса шын жүрегінен. Илля қалатил жанна, Робби адхилху ияя. Раббым, оны маған кіргізші деп жәннат айтпай қоймайды дейді. Қараңыздаршы. Жәннаттың есігі ашық тұр дейді ғой. Не үшін ашық тұр ол? Сіз сұрап атқан кезде ол да сөйлейді екен. Өзіңіз ойлаңыз қандай нәрсе болып жатыр да. Сіз Раббым жәннатты берші деген кезде, Раббым кіргізші оны маған дейді екен да. Осы дұғаларды жаңағы күніге сұрау керексіз. Сол үшін келген ай бұл. Аллаға деген махаббатыңызды дәлелдейтін ай. Құранға деген махаббатыңызды дәлелдейтін ай. Мақсат Алла Тағалаға деген махаббатты біз растау керекпіз. Сол махаббат бізде әлсіз өте. Бірақ Алла Тағала шамамыз келетін нәрселерді жүктейді. Жаңа айттық, су мен тағамның өзін мен үшін таста деп отыр ғой Алла Тағала. Таңертеңнен кешке дейін. Сонда Алла үшін адал нәрседен тыйылған адам арам нәрседен тыйылмай ма деген нәрсе жатыр да бұл жерде. Аллаға деген